Бүгінгі сабақта IP адрес туралы үйренеміз. IP мекен-жай ағылшынша интернет протокол адрес. Бір түйіннен екінші түйінге ақпаратты жіберу, алу, табу үшін қажетті бірге мекен-жай болып табылады. IP4 нұсқасының форматы нүктемен бөлінген 4 сан. Бір байттан тұратын әр разрядты октет деп атайды. Яғни бізде 4 октет. Әр октетте 0-ден 255-ке дейін сандарды пайдалануға болады. IP4 мекен-жайды 4 миллиардтан астам құрылғыға беруге болады. Бұл технология 1981 жылдан бері қолданыста. Ондай болса, кішігірім интернет статистикасына шолу жасайық. 1992 жылы интернетке қосыла алатын құрылғылар саны 1 миллионға жуық болған. Бұл сан 2012 жылы 8,7 миллиардқа жуықтаған. Ал 2018 жылы жалпы интернетке қосыла алатын құрылғылар саны 34,8 миллиардтан асып түскен. Ал 20 жылы құрылғылар саны 50,1 миллиард шамасында болды. Бұндай қарқынды дамуда IP4 мекен-жайларының жеткіліксіз болатыны бастапқы этаптарда да түсінікті болған. Сондықтан қолданысқа IP 6 нұсқасы 1995 жылдан бастап осы 4 нұсқаның орнына қолданысқа енгізіледі деген резервті IP адрес 6 нұсқа шығарылған болатын. Ол 16 бит 16-лық санау жүйесіндегі берілген 8 топтан тұрады. 128 битті құрайтын 16 байт. Шамамен 340 триллион комбинациясы бар. Бұл жағдайда сандарды әрбір 2 байт сайын қос нүктемен ажыратып жазады. Бұл технология 1995 жылдан бастап шыққанына қарамастан, біз әлі де толықтай IP6 нұсқасына көшкен жоқпыз. Интернет статистикасын тоқталып өтетін болсақ, Google пайдаланушыларының 42,27% ғана IP6 нұсқасын пайдалануға дайын екен. Сонымен қатар мына картаға қарайтын болсақ, IP6 нұсқасы Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка жақта көптеп қолданыста екен. Сонымен IP мекен-жайды екі түрге бөлуге болады. Олар ішкі мекен-жай және сыртқы мекен-жай. Ішкі мекен-жай private адрес, дербес жергілікті сұр адрес деп те аталады. Жергілікті компьютер желісінде компьютерге тағайындалған адрес болып табылады. Сыртқы IP мекен-жай public адрес, көпшілік ауқымды және де ақ IP адрес деп те аталады. Интернет желісінде қосылған компьютердің адресі деп түсіну керек. Сонымен жергілікті желіде қосылған әрбір компьютерге ішкі мекен-жай беріледі. Ал бұл құрылғылар интернетке шыға алу үшін сыртқы мекен-жай, яғни провайдер ұсынған public адрес арқылы қосыла алады. Сонымен қатар бізде статикалық және динамикалық IP адрестері бар. Статикалық дегеніміз құрылғының өзгеріссіз бір адресті қолдануы. Ал динамикалық дегеніміз әртүрлі IP адрес ала алу мүмкіндігі. Яғни мына мысалда мен толықтай IP адресті өз қолыммен жазып шықтым. Әйтпесе бұл адрестерді өздігімен жазбайтын болсам, роутер немесе бастық құрылғы бізге біздің құрылғыға бос тұрған IP адресті өзі тағайындайды. Статикалық және динамикалық IP адрестердің басты айырмашылығы осы. Сонымен өзіміздің жеке IP адресті тексеру үшін келесі командаларды орындауымыз керек. Command line интерфейсті шақырамыз. Одан кейін барып ipconfig деп жазатын болсақ, IP адрес бойынша толықтай ақпарат экран бетіне шығады. Назар аударыңыз, IP 6 нұсқасы да біздің компьютерде қолдану мүмкіндігі бар екен. Сонымен қатар бұл бізде ішкі IP адрес екенін ұмытпайық, ал сыртқы IP адресті білу үшін келесі сайтқа барып, өзіңіздің сыртқы IP адресіңізді біле аласыз. Міне осылай біз IP адресті толықтай қарастырып шықтық.